Барлықтарыңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен дастарханға қоятын әдемі жұмсақ бауырсақтар пісіреміз. Жылы сүтімізге 2 ас қасық шекер, 1 кішкентай қасықта тұз салып аламыз. Содан соң ерітілген сары майымызды саламыз. Екі қасық қаймақ қостым. Жақсылап араластырғанымыздан соң 2 ас қасық дрожжи салып, жұмсақ қамыр илейміз. Ұнды осылай аз-аздан саламыз. Ұнымыз міндетті түрде електен өткізілген болуы керек. Қамырымыз дайын. Жылы жерге 35-40 минутқа қойып қоямыз. Жақсылап көтеріліп алуы керек. Мінекей қамырымыз жақсылап көтерілді. Енді бұны 2-ге бөліп, видеода көрсетілгендей жайып, кесіп аламыз. 1 сантиметр қалыңдықта жайсақ болады. Осылай кесіп, қызып тұрған майда қуырып аламыз. Мінекей бауырсақтарымыз әп-әдемі болып пісті. Видео пайдалы болған болса, каналға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар.